Педагогикалық диагностика мен мониторинг жүргізудің әдістемесі. Бұл әдістемелік құрал мектепке дейінгі ұйымдарда педагогикалық диагностика мен мониторинг жүргізудің ғылыми тәжірибелік негіздерін жүйелі түрде сипаттайды. Құралда диагностика мен мониторинг ұғымдарының мәні, құрылымы, кезеңдері мен әдістері педагогикалық терминологияға сүйене отырып толық ашылған. Білім, дағды және құндылықтар бойынша даму көрсеткіштерін анықтау, деректерді жинау және интерпретациялау ерекшеліктері нақты мысалдармен қамтылған. Педагогикалық диагностика білім беру процесіндегі балалар мен педагогтердің дамуы мен жетістіктерін жүйелі түрде анықтап, талдап және бағалауға бағытталған ғылыми негізделген іс-әрекет. Мектепке дейінгі ұйымдағы негізгі міндеттері баланың жеке даму траекториясын анықтау, оқу бағдарламасының игерілу деңгейін бағалау, педагогикалық әдістердің тиімділігін анықтау, жеке және топтық түзете дамыту шараларын белгілеу. Диагностика түрлері: кіріс диагностикасы, аралық диагностика, қорытынды диагностика, тақырыптық немесе бағыттық диагностика. Мониторинг педагогикалық процестің жағдайын, даму үрдісін және нәтижелерін жүйелі, ұзақ мерзімді және кезең-кезеңмен бақылау, салыстыру, талдау және бағалау үдерісі. Мониторингтің басты мақсаты білім беру саласын арттыруға бағытталған басқарушылық шешімдер қабылдауға негіз болатын дәлелді ақпарат алу. Мектепке дейінгі ұйымдарда мониторинг баланың даму деңгейін, оқу бағдарламасын меңгеруін сапасын, педагогикалық ықпалдың тиімділігін, тәрбиелеу мен оқыту процесіндегі өзгерістерді қадағалайды. Педагогикалық диагностикада баланың дамуын жан-жақты бағалау үшін бірнеше әдіс кешенді түрде қолданылады. Бақылау, тестілер мен сұрақнамалар, әңгімелесу, жеке даму картасы, портфолио талдауы. Мониторинг жүргізу үдерісінің кезеңдері. Бірінші кезең мониторингтік көрсеткіштерді айқындау. Екінші деректерді жинау және тіркеу. Үшінші нәтижелерді талдау және интерпретациялау. Төртінші нәтижелерді визуализациялау және есеп түрінде ұсыну. Бесінші мониторинг нәтижелері негізінде түзету жұмыстарын ұйымдастыру. Алтыншы тиімділікті бағалау және келесі циклға дайындалу. Педагогикалық кадрларға арналған әдістемелік ұсынымдар. Бірінші педагогтың кәсіби дамуын бағалау диагностикасы. Екіншіден әдістемелік қолдауды жоспарлау үшін педагогтердің сұранысын анықтау. Үшінші меңгеруші мен әдіскердің диагностика қорытындысы негізінде жүргізетін әрекеттері. Төртінші ішкі бағалау мен өзін-өзі талдау құралдарын енгізу. Бұл жерде бізде мониторинг нәтижелерін визуализациялау, яғни даму бағыттары бойынша пайыздық көрсеткіштер. Топтар бойынша орташа даму деңгейі. Балалардың жеке жетістіктерінің динамикасы. Қорытындылайтын болсақ, педагогикалық диагностика мен мониторингті жүйелі ұйымдастыру мектепке дейінгі ұйымдағы білім беру сапасын арттырудың маңызды шарты. Диагностика мен мониторинг баланың жеке дамуын бақылауға, оның қажеттіліктерін анықтауға, жеке даму траекториясын құруға, педагогикалық процестің тиімділігін арттыруға, түзету дамыту жұмыстарын уақытлы жоспарлауға, педагогтердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіруге мүмкіндік береді. Жүйелі, ғылыми негізделген және тәжірибеге бағытталған мониторинг ғана баланың жан-жақты дамуын қолдауға және білім беру сапасын арттыруға мүмкіндік береді.